Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін баклажаннан ерекше тағам дайындайтын боламын. Ол үшін бізге ең алдымен бір ғана картоп қажет. Картопты жуып тазалап, үкіштің кішкентай көзінен осылай барлығын өткізіп аламын. Үкіштен өткізген картопты 300 грамм тартылған еттің үстіне салып, бір жуанды үкіштен өткізіп, осы тартылған еттің үстіне қосып аламын. Одан кейін жарты шай қасықпен тұзды және қара бұрышымызды және кептірілген кинзаны қосып, жақсылап барлығын араластырып аламын. Өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады, және де укроп, көк жуа, петрушканы да қосуға болады. Енді таза ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оның үстінен тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап араластырып аламын. Егер үйлеріңізде паприка болса, паприка қосып араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін оның үстіне 200 грамм қаймақты қосып, және де ұнды салып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамын. Мінекей сұйықтай емес, қоюдай емес, осындай масса шықты. Енді бізге баклажан қажет болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша екеуін немесе үшеуін қолдансаңыздар болады. Осылай баклажандарды жуып тазалап алғаннан кейін оны жұқа етіп, барлығын ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламын. Баклажанның барлығын осылай жұқалау етіп турап алдым. Бізге осындай тұщығыштар қажет болады. Баклажанның үстіне дайын тұрған салмамызды осылай жұқалау етіп, жайып біркелкі етіп орналастырып аламыз. Енді баклажанды рулет етіп орап, тұщығышпен қыстырып аламын. Неге видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық баклажанды осылай жасап дайындап аламын. Баклажанның барлығын дайындап алғаннан кейін осылай қоймалжың массаға батырып, қызып тұрған сұйық майға барлығын екі бетін қызартып қуыратын боламын.
Баклажанымыздың барлығы осылай екі беті қызарып қуырылғаннан кейін оны майлы қағаз төселген ыдысымызға салатын боламыз. Яғни міндетті түрде майлы қағаз төселген ыдысқа салыңыз, өйткені майлы қағаз оның майын барлығын сіңіріп алатын болады. Егер де үйлеріңізде баклажан болса, осы рецептпен ерекше тағамды жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.